аталған эко қала болашақтың мекені жайында макет жасаймыз. Мен мектеп-алда Нұрайгүл ауылын тәрбиеленуші Исламбек Медина. Қоршаған ортада табиғатты таза ұстау үшін айналамызда қауіпсіз заттарды сәске салып, қайта өңдеп, әртүрлі заттар жасауға болады. Мен Сүмелбек Асемін. Бізге қажетті заттар, түсті қағаздар, қайшы, емесас. Және де бізге картон, бүтүтки, үшкөт. Сонымен қатар балалар бізге ыстық клей қажет. Ыстық клейді үлкендердің көмегінсіз пайдалануға болмайды. Бастысы біз қауіпсіздік ережесін сақтауымыз қажет. Балалар бірлесіп жоба жұмысымызда картоннан зәулім үйлер жасадық, фетрден жолдар жасадық, және де бұталардан ермексазбен бекітіп, ағаштар жасадық, түрлі түсті қағаздардан гүлдер жасадық, және де бөтелкені түтікшеге жалғап, суару құралын жасадық. Бұл тамшылату әдісі суды үнемдеуге көмектеседі. Экологияның макетін жасап болдық. Ендеше жүр, далада барып тағы егейік. Жарайды. Енді біз осы жобамызды әрі қарай жалғастыра отырып, балаларға табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттыру үшін балабақша ауласына ағаш отырғызамыз. Табиғат пен ағаштың адам өміріне маңызы зор. Ағаш отырғызып, оны күтіп, су құйып, баптауымыз керек. Алдымен өсірілетін ағашты дұрыс таңдап алуымыз қажет. Ол үшін күтімі жақсы жеңіл ағаштар қолайлы. Соның ішінде жеміс ағашынан жие ағашын алып, күн сәулесі жақсы түсетін жер болып, жер құнарлы және жұмсақ болуы қажет. Басқа ағаштардан 2-3 метр қашықтықта отырғызамыз. Ағашымыз бой алып, өсіп кетем дегенше алғашқы уақытта аптасына 2-3 рет суарамыз. Кейін ауа райына байланысты азайтылады. Қалтық заттан жасалған баклажкаге мақталы таяқшаны жалғап, тамшылату арқылы ағашымызды суарамыз. Бұл суды үнемдеуге пайдалы. Қоршаған ортаға деген балалардың жауапкершілігін қалыптастырады. Сонымен қатар балаларға табиғатты қорғауға деген қызығушылығы пайда болып, бірлескен еңбекпен ұйымшылдыққа тәрбиелейміз. Бұл жоба балаларға ағаш отырғызу ғана емес, табиғатты аялауды, еңбекті бағалауды және жауапкершілікті үйренеді. Күнделікті күтіп баптағаннан ағашымыз жайқалып өседі.